Айсафи және достары. Бірінші бөлім. Бұл кішкентай Айсафидің шытырман оқиғаларға толы қызықты әрі көңілді әңгімелер желісі. Бұл Айсафидің үлкен қаладағы үйі. Ол әрқашан үйінде жалғыз қалатын еді. Ол жазғы демалыста үйінде жалғыз өзі қалғандықтан, үлкен қаладан ауылдағы атасының үйіне қыдырып келді. Ауылдың ауасы қандай таза десеңізші. Ал атасының бағы нағыз ғажайып бір әлем екен. Бау-бақша толған жемістер. Ең қызығы, Айсафи сол жемістердің тілін түсінеді. Айналасының барлығы ол үшін қызық болды. Барлығын зерттеп білгісі келді. Және кітаптан алған білімдерін шынайы өмірде көз жеткізіп жүрді. Мұнда жемістер сөйлей алады. Қараңдаршы, бұл көңілді апорт. Ол өте батыл. Ал мына жапырақтың астында кім тығылып тұр? Бұл сүйкімді құлпынай. Кенеттен, охо, мынау неткен дәу? Бұл қарбыз палуан. Ол өте күшті әрі момын. Міне, олар осылай достасып кетті. Олардың достығы туралы шытырман оқиғаларға толы мультфильмдер көргіңіз келсе, каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Бұл біз үшін өте маңызды.